Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы рахматулла. Бүгін Кентау қаласының халыққа қызмет көрсету орталығы жағындамыз. Мына талдарды суғарып атқан сума десем, ондай емес сияқты. Қазір көшемен келіп жатыр да. Қай жақтан шыққан бұлақ екенін анықтайықшы. Бетперде тағып аламыз. Қазір азаматтармен сөйлесіп қалуымыз мүмкін. Бастайық. Мына ағын суда көрініп тұр, тұрған су емес. Мына Яссауи даңғылы. Су ағып жатыр, көріп тұрмыз. Мына жерде әкімдік бар. Тапа-тал түс. Жұмыс күні сәрсенбі, сәтті күн. Өзен болып жатыр ғой. Мына полиция басқармасы Кентау қаласының. Лай су емес, мына жерден көрініп тұр, аппақ су екен, тап-таза. Мынау ар жақтан келіп жатқан жоқ, мына жақтың бәрі құрғақ. Мінеке, мына жерден. Бұл жерден емес, міне. Судың ағысы. Қайдан келіп жатырсың сен, су? Мына жақтың бәрі құрғақ. Мына полиция басқармасы біздің. Тәртіп сақшыларының орталығы. Мына жай тұрған су емес, күн ыстық, кеуіп кетер еді. Мына ағып жатыр кәдімгідей. Мен қанша рет айтам да, судың да сұрауы бар, бір тамшы судың. Мына жақта көріп тұрмыз, жаңа қанша қадам жасадым, қанша келе жатырмын, су тоқтар емес. Қайырлы түн, Жанбол Шекербекұлы рахматулла, аудио және бейне жазылым жүруде. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз қиын болмаса. Накипов Мұрат па? Мен күндіз хабарласқан болатын, су жайлы. Азаннан бері ағып жатыр екен да, мен түсті көрдім. Сол бойынша неғып шара қолданбай жатыр? Шара азында қолданады. Себеп? Қазір себеп, қазір түнгі себеп. Жоқ, қазір себеп дегенде кезекшкеш. Сіз қазір ғана проблема анықталып тұр деп ойлап отырсыз ғой. Қаншада хабарластық суға ең бірінші? 4:30-ларда звондап. 4-терде. 4-терде. 16:00. Күндіз бе еді? Күндіз. Сол кезде неғып шара қолданбады? Значит, бригадалар басқа жерлерде істеп жатқан. Басқа жерлерде ма? Сосын кезек бойынша келуге болмай ма мұнда? Алттан кейін жұмыс уақыты біткен. Жоқ, жұмыс уақыты бітті деп сонда қаланы су баса берсін, су ағып кете берсін, сыраф бола берсін деген тема ма сонда? Алттан кейін болды, мен жұмыс уақытым бітті, ары қарай кете берем. Сондай болып тұр ма сіздердің түсініктеріңіз? Сіздің түсінігіңіз қандай болып тұрғанда? Сіздің түсінігіңіз мына жақта стратегиялық. Сіздің стратегиялық қандай? Маңызы бар. Бірінші категорияда, мысалы, мына жерде үйлер сусыз отыр ма? Үйлер сусыз емес, ысырафтықты мен сізге айтып жатырмын. Былай мен сізге түсіндіріп берейін. Түсіндіре беріңіз, көзіңізге түсіп жатса, мен былай шетке алайын. Былай шетке алыңыз, иә. Сусыз қалып отқан адам бар ма қазір? Ысыраф туралы айтып жатырмын мен сізге. Ысыраф өзі 17% антимонопольный комитетпен бекітілген. 17% осы жерде кетіп жатқан шығар. Мысалы. Одан көп шығар. Мүмкін. Сіз білесіз бе оны? Анықтайық соны. Анықтаңыз онда. Сіз қазір олай неғылмасаңызшы. Қазір мысалы мен сізге кім дедіңіз атыңыз? Айта берсеңізші. Айта бергенде бері қараңыз. Қазір мен мысалы мынаға экскаватор алдырып, қаздырып, 500-лік труба, түнде жарылып, вообще сусыз қалғанын қалап тұрсыз ба сіз? Не үшін ол жарылады? Сіз қалап тұрсыз ба соны деймін? Жоқ, не үшін жарылады? Сіз қайықтан білесіз трубаның қай жеріне тиіп кеткен, шіріп кеткен 500 труба жатыр мына арада, білесіз ба?
500'lük truba жатыр. Шіріп кеткен труба болса неғып соны ауыстырмай жүрсіздер? 500'lük truba екінші линия арғы шетте жатыр. Омен әлі су берілген жоқ. Мына берік шетіндегі жатыр. Сіз бірінші кішкене анықтап, ары берісін не алмайсыз ба? Жоқ, қазір су ағып жатыр ма, сусыз отырған адам бар ма? Сусыз емес, мәселе онда емес. Мәселе онда емес. Онда о утечкілерді аралап жүре беріңіз. Не дейсіз маған? Утечка көп па? Жұмыстарыңыз дұрыс атқармай жатқандарыңыздан ғой ол. Жұмыстарыңызды атқарып жатыр. 3 бригада күнделікті істеп жатыр. Күнделікті 18:00-ге дейін сіз азанда келіңіз, диспетчерге кіріңіз, журналды көріңіз. Қанша істелініп жатыр, қанша бригада барып жатыр, и қанша істелініп жатыр. Дұрыс па? 3 бригада боққа қалай тығылып жатыр. Канализация қалай тығылатынын білесіз ба? Канализацияға былайна тығылады, колодеске кіруге болмайды, сүңгіп кетеді балдар. Мұздай суға қазір міне, келіп тұр міне, Доспаев Мақсат. Қазір істе десеңіз істейді. Қазір жарылып мына арада қаланы су басқан, сіз қалап тұрсыз ба? Сіз бәле жапқыңыз келіп тұр ма? Қалап тұрсыз ба деп? Мен мына су тоқтап, ысыраф болмағанын қалап тұрмын. Менің қалауым сол. Азанда сағат 9-да келеді бригада. Ысыраф болмайды мына жерде ағып жатса. Азанда 9-да бригада келеді, істейді. Сосын 18:00-ге дейін бітпесе арғы күнге қалады. Если ертең бітпесе, сіз маған келіп түсіріңіз. Мен уәде бердім, істемедіңіз деп. Сол кезде мені айып айтсаңыз болады. Жоқ, сіз бірінші менің кепінімді киіп алыңыз. Күнделікті істеп жатқан мына балдардың жұмысын көріңіз. Мұздай суға тығылып жатқан. Сосын барып. Жоқ, мен қинап біреу түсіріп жатырмын ба өзенге? Жоқ, мен сізге просто түсіндіріп айтып жатырмын. Сіз ашуланбай түсіндіре алмайсыз ба сонда? Сіз немене сіз ұрысып тұрсыз ғой мен сізге жоқ, мен сізге мен сізге тон көтермей жақсы түсіндіріп жатырмын. Сұрап жатырмын, сұрап. Сіздің сұрағыңыз бәрі басқаша сұрақ. Ертең қанша уақытта бітіре аласыздар енді? Ертең азында 9-да келеді. Иә. Қазір экскаватор кел десеңіз, қазір келдіртемін мынараға. Бірақ қазір үзіп алсақ, қала действительно сусыз қалады. Қараңғы болғаннан ба әлде экскаваторщик маманы емес болғаннан ба? Неден үзеді? Экскаваторщик маман болу керек па не? Енді ол спецтехника емес па? Сіз үзет деп сенімді айтып тұрсыз да? Потому что мына жердегі труба, сіз білесіз ба, трубаның өзі қаншыншы жыл салынған мына жердегі? Жоқ, соны не жаңарту жайында жазылмаған еш жерге. Жаздыңыздар ма? Алтынсарин көшесі тұр анау. Иә, көріп тұрмын. Алтынсарин көшесінен ары қарай жаңа құбырдан келіп тұрсың. Иә. Бері қарай жабылып, мынадан базарға дейін берілмей тұр. Момышұлға дейін. Базардың арғы шеті Момышұлға дейін берілмей тұр. Аха. Себебі мына жердегі трубаның енді оның өзінің қасиеті бар, енді жарамсыздығы бар, басқасы бар. Бұрын салынған, енді оның өздері мамандары біледі. Жолдың арғы бетінде жаңа құбыр бар дедіңіз. Жолдың мына шетінде, мына жерде. Соған қосу қиындық туындап тұр ма сонда? Оған қосу қиындық туындап тұр. Ол басқа сұрақ. Қазір енді мына жерде шара көру үшін түнде ыңғайсыздық болады деп тұрсыз ғой. Ыңғайсыздық болып тұр. Азанда, мен айтып тұрмын, азанда келеді, 9-да бастайды балдар жұмысты и бітіреді. 500-лік труба. Ертең бітіреді ғой. Қалай істейтінді айтып бере аламын сізге. Бұл труба, мына трубаны қазады, көресіз. Мына ағып жатқан су бар ғой. Кесігі көп болса осы болады. Осынша су ағып жатқаны. Иә, көресіз. Ол давлениемен тұр ғой, түсініп отырсыз ба? Иә. Ол мына жерден алынғаннан кейін ол жер ауа кіреді. Ауа кіргеннен кейін жанындағы шіріген нәрселерді тиіп кетсең не алады. Сол себептен стаканчик алады. Анаған қағат, сөйтіп стаканмен варить етеді. Ал ішіндегі ағаш ол жол кейін шіріп бері қарай түсіп кете берсе, мына ұстап тұрады. Сол жұмысты ертең көрем десеңіз, көріңіз. Жақсы. Қосарыңыз жоқ па? Жақсы. Былай ғой, кешкі 8-ден кейін, ақшам уақыты кіргеннен кейін жұмыс деген өзі созылып кетеді. Бәріміз білетін шығарсыздар, өздеріңіз де білесіз. Мен өзім нақты оны білем. Сондықтан қазір адамдарды қинамай-ақ, ауыз сусыз қалған адамдар жоқ. Ертеңге таңертең күндіз уақыт жасасын деп келісім беріп тұрмын. Қарсылық жоқ. Егер сусыз қалып жатқан адам болса, оны қазір кіргізіп бергізетін едім. Енді мәселе, ешбіріміз бейжай қарамайық бұндай мәселеге. Су ағып жатыр ма, бірден шақырайық. Бұларға хабар ешқандай түспеген. Мына полиция басқармасы мына жер. Көрдіңіздер, ешқайсысы мен келгенше мендік емес. Келіп хабар бермегенше ешқайсы көрмеген сыңай танытып тұр мына жерде. Мына жер өзен болып жатыр, көріп жатсыздар. Су тоқтамай ағуда. Жұмысшыларына түсіністікпен қарап, күндіз жасасын деген қарсылық болмай тұр. Жақсы, Жанбол Шекербекұлы Рахматулла, байланыстамыз. Нәтижесімен ертең танысатын боламыз, көрсететін боламын толыққанда. Байланыста боламыз.